95 жылға дейін келді. Ол дегеніңіз динозавр болатын. Ол келгенде бір ерекше келеді. Ол келгенде менің осы оң аяғым тобығынан ұстайды ғой. Сөйтіп мені тартады. Бұлттың үстінде тұрмын, аспанда бұлттың үстінде тұрмын. Неғып тұрғанымды бірақ білмеймін. Жүрегім деген ауылға бар деп тұр ғой. Жүрегім көп нәрсені айтып жатыр, бірақ енді оны мен тыңдамайын, балда. Яғни сізді емшілікке келе жатыр. Иә, қысқаша айтқанда солай болып тұр. Бірінші келген адамды қанжармен лай төбесіне қойып, бірінші бастағанда фатиханы осымен бастаймын. Енді зияндар, тіл көздер болса, кетсін деген сияқты. Қанжарды қайдан алдыңыз? Зачем? Мен былай ойлаймын. Біле тұра айтудың қажет жоқ. Екі адамды бірін-біріне жаман көрсетудің қажет жоқ. Қиналып, тапқандарының берекесі болмай, ауырып, ешқандай диагноз қойылмаған адамдарға айтар едім. Ләжі болса, мүмкін болса, оқытылыңдар, болмаса намаз оқыңдар деп айтарым. Намаз оқып, таспайын алдырыңдар. Ең жеңілдің жеңілі сол. Намаз, айналайын халқым, намаз ең пайдалы нәрсе. Таспымен намаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет. Мен сізді танымаймын. Сіз хабарласып, Замира ханымнан телефон алған екенсіз нөмірін. Сондықтан сізге келіп отырмын. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, аты жөніңізді айтып, қай жақтың тумасысыз? Мен Темірбаева Нышанкүл, Жылған қызы. Шымкент, оңтүстік Қазақстан, Сарыағаш ауданының тумасымын. Астанаға келгеніме бір 4 жылдай болады. Балдардың бәрі осында, келіндердің бәрі осында. Соның арқасында енді бізде кеп қалдық қой, балдардың арқасында осында. Негізі енді емшілікпен айналып жүргеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асты. 2 жыл, 3 ай, 4 ай болып жатыр, Құда қаласа. 3 ай болып жатыр. Аз уақыт екен? Иә, өте аз. Бұған қалай келдіңіз? Қай уақыттан бастап? Енді балалы шаққа келетін болсам, енді мен 1-ші классқа баратын жылы қатты шошынып оянғам. Мен енді есімде неден шошынып оянғаным. Ол біреулерге айтсаң ертегілер сияқты болады. Иә, содан ол нәрсе менімен 95 жылға дейін келді. Ол дегеніңіз динозавр болатын. Енді динозавр дегенді мен әлі осы 2 жылдан асты. Көп адамдарға араласқан жоқпын, бірақ енді арасында 1-2 адамдар айтты, сондай динозавр болады деп. Бірақ ол динозавр не мағына беретінін білмедім. Әлі біліп келе алмай жатырмын шынын айтқанда. Сонымен енді 7-ші, 8-ші класс әлі мектеп бітірмеген уақытымда, әйтеуір анам мен әкем екеуі мені, біз сол Ердәуіт Шаймер деген әулиелер бар ғой, сол жаққа жақын тұратынбыз, сол жаққа апаратын. Әкеміз, мамамыз екеуміз тастап кететін, сол жерде түнейтінбіз. Сол кезде өзім сияқты емшілермен мамам сөйлесіп жататын, әр нәрсені айтып, сондайлар болатын. Әйтеуір бір есімде, бір барғанымызда сол мектепті бітіргеннен кейін мен барған жоқпын соға дейін. Бір емші, бұл қызыңыз андай, мынандай болады деп енді керемет нәрселерді айтты. Сөйтіп, бүгін түс көресіздер, азанда айтып бересіздер. Сояққа қондық. Сонымен мен түсімде туалетке түсіп кетіппін. Мамам түсінде де мен туалетке түсіп кетіппін. Екеуміз бір түс көргеніміз қараңыз, сондай болып тұр ғой енді. Сөйтіп, о кісі деген ондай, мұндай деп айтты енді, бірақ айтқанның бәрі болды. Жақсы жерге күйеуге шығады деді, жақсы жерге күйеуге шықтым, Құдайға шүкір, балалы шағалы болдық, өстік, өндік. Яғни түсте боққа аралассаңыз, ол жақсы болады. Деп ол кісі сөйтіп айтты ғой, енді ол кісі көп нәрсе айтты. Неге соны естігенмін? Иә, ол кісі енді көп нәрсе айтты, ондай болады. Боқ жағып қалса, боқ басып кетсеңіз деген сияқты. Қызыңыз ондай болады, мұндай болады, сондай бір керемет болады деді енді, бірақ енді ол кезде ешкім мән бермейді ғой. Дәл қазір менше, сол нәрсені сізге айтсам да, сіз мән бермейсіз. Жаңелдегі енді жақсы жерге күйеуге шығады, ондай бұндай болады дегендері келді да, сол үшін ғана мен сол жерін ғана алып қалдым. Аналарды енді онша мән бермедім. Сөйтіп күйеуге шықтық, балалы шағалы болдық, үйттік, бүйттік, әйтеуір жаңелдегі келетін динозавр кеп тұрады ғой.
арасында келіп тұрады. Ол келгенде бір ерекше келеді. Ол келгенде менің осы оң аяғым тобығынан ұстайды ғой ол. Сөйтіп мені тартады. Сөйтіп мен одан қорқып оянам, шошынып. Енді бір сондай уақыттар болды. Кезінде күйеуім, ой, сен не нормалисің деген әңгімелерді айтты енді. Өйткені ол қазіргі уақытта мен көрем сондай адамдарды емделіп келген. Сырт көрген адамға шынында да солай болады екен ол ше. Сөйтіп енді ол күндерде өтті, сонымен сөйтіп мен қатты ауырдым енді. Бірақ ауруымыздың мәнін ешқайсымыз түсінемей жатырық. Скорый шақырады, бәрі жақсы дейді, тастап кетеді, сондай. Бірақ мен ауырам енді. Әсіресе түнгі уақытта қатты ауырам. Сөйтіп жүрдік. Ауырғанда бір жерін сырқырай ма? Ойбай, сырқырағанда айта алмаймын, сырқырайым, ұйықтамаймын, сүйек-сүйегім қақсайды, күйеуіме ұйықтала деймін, енді ол жұмыс жасайды ғой. Біраз ұйықталайды, ол ұйықтап қалады, ал мен түнімен ұйықтамаймын. Бүйтіп отырамын ғой. Жаңағы, мына сүйектерім барлығы енді түсініксіз. Енді айта алмаймын. Салқындатқан сияқты ма? Иә, как будто андай қатты суықтап қалған сияқты сондай. Бір уақыттар қатты қара терге түсем. Бір уақыттар тістеріме дейін сақылдап жаураймын. Сол уақытта уже скорый шақырады үйдегілер, енем бар бәрі. Скорыйлар келеді, түк те істемейді, бір укол салады да кетіп қалады. Еш нәрсесі жоқ деп. Қандай укол салады? Білмеймін қандай екен. Обезболивающий ма? Сондай шығар енді. Әйтеуір солар укол салып кеткеннен кейін кішкене ұйықтап тұрамын, соны білем. Сол жолбарыс келгенде солай ауырдым, қатты қиналдым енді. Күйеуім айтты, былай болмайды, мен скоро өлем дедім. Уже мен күннен күнге шаршап жатырмын ғой. Союздың кезінде, мысалы, бір апта 10 күн жатқызатын больницада. Бір апта 10 күніміз өтіп кетті дей салайын. Одан кейін уже бір аптадан асып жатыр. Тамақты да жөнді жемеймін десем де болады. Сонымен не керек? Онда мен бір атаға барып оқытып тұратын едік біз балдарымыз. Сол кісіге барайын деп күйеуім кетті. Ол кісі айтты деді, кішкентай, хотя бы кішкентай қырқынан шығарып алып келін деп айтты деді. Сонымен не керек? Енді 19-шы күн дегенде мен қатты ауырдым енді. Елдің бәрі ұйықтап жатады. Мен ғана ұйықтамаймын ғой. Жүрем, крем шығам, жүре берем айтып. Күндіз ұйықтайсыз ба? Күндіз де түнде де ұйықтамаймын. Ұйқыдан қалдым деп тұрмын ғой. Сол 93 жылы осындай қатты болды. Өзім де түсінген жоқпын, бірақ енді жақсы болғаныма солай жүре бердім. Содан білінбей кетті, бәрі жақсы өмір сүрдік. 95 жылы 5-ші қызым аяғым ауыр болды. Енді білмеймін неден болғанын, мен енді сол кезде де қатты ауырдым. Сөйтіп толғаттық, жаңағы уақытын есептеді, үйтті, бүйтті, сонымен креслоға тұрдық, креслода кәдімгідей уже креслода ананы кеп жатыр деп енді дайындалып жатыр аналар жанталасып. Мен енді қолымнан еш нәрсе кеп жатқан жоқ, әйтеуір жатырмын енді. Сөйтіп бір уақытта құлағым естіпей, көзім көрінбей тұман дей ма андай. Сол қараңғылыққа кеттім. Короче, аналардың дауыстары естілмей қалды. Сөйтіп айтам ғой, өлген деген осы екен ғой, үстіп өле береді екен деп қоям енді. Сонда бір еміс есімде бұлттың төбесінде тұрғаным. Бұлттың үстінде тұрмын, аспанда бұлттың үстінде тұрмын. Не ағып тұрғанымды бірақ білмеймін. Сөйтіп бір уақытта есімді жинасам, уже баланы алған олар. Ол да жай-жай екі қолға системаны салып тастаған, уже сондай. Бірақ неше уақыт олай болып жаттым, есімде жоқ, сұрадым ба, сұрамадым ба кейінде. Сонымен не керек, аман есен қалдым. Енді бала қалған жоқ, бала айтты сразу, бұл 1-2 күннен кейін кетеді, ол потому что оның да қаны төмен деп. Сен өзің қалғаныңа қуан деп. Кетіп қалды бала. Иә, сонымен мен қалдым. Сөйтіп маған сол жерден медсестраны тауып қойған, екеуміздің қанымыз бір. Сондай құйды, бір 15 минуттен кейін реакция берді. Болмады. Содан қанды сұйылтқан плазма дейді екен, ондай құйды. Ол да бір жарты сағатқа да бармады, ол да реакция берді. Сосын фермулик дейтін болады екен, жамбасқа қанды көбейтетін. Оны салды. Бірінші күні салғанда, бүйтіп қышып аллергия береді, негізі алдыңғыларда солай аллергия берген. Бұл да солай жасады біріншісінде. Айтпадым, потому что оны салғаннан кейін мен жүрегіме бір күш пайда болады ше. Маған ұнап тұр сол. Аналардан мен байқамағам. Не керек, үшеуіне дейін үндемедім, үшіншісінде бетіме дейін шығып кеткен екен, олар салмай қойды. Саған алдында реакция берген, сен айтпадың деп та. Мен айтпадым енді. Қолыма шыққандарды да көрсетпей отырдым бейтіп. Потому что одан бір жүрегім әдемі әсер алды. Болды, содан кейін
көп нәрселер болды. Көп нәрсенің бірі, баяғы бұлттың үстінде бір шал келді. Басында не? Шляпа, сақалы бар. Шал келіп, маған ұзын бір ағаш беріп жатыр. Линейка сияқты екен деп қоям. Өзі линейка болады ғой, мынандай, мынандай шы. Сондай, бірақ соның үлкен беріп жатыр. Сөйтсем мен айтам, бұндай менде бар деп қоям. Сөйтсем айтады, жоқ сенде ал дейді. Сөйтсе линейкада 10-20 деген цифрлар болады ғой. Цифрлардың орнында арабша жазу бар да. Сен мынандай жазуы бар деп қояды маған көтер. Сөйтсем мен жеңістік бермеймін ғой. Жоқ, менде бар бұның кішкентай деп сумкамнан, менде сондайдың кішкентайы бар. Сондай арабша жазумен. Жаңелдеген алмадым ғой. Кісіден бәрібір алмадым соны. Жүрегім деген ауылға бар деп тұр ғой. Жүрегім көп нәрсені айтып жатыр, бірақ енді оны мен тыңдамайын, балда. Яғни сізді емшілікке келе жатыр ғой. Иә, қысқаша айтқанда солай болып тұр. Но маған қанша адам айтып жатыр, сіз уже осылай, сізде емшілік келіп тұр, алмасаңыз болмайды десеші. Тыңдаймын да ол адамдарды, есіктен шыққан екен, мойынсынбаймын ғой. Менің мына кітабым 8 жыл алдын маған бір емші әйел берген. Сен қазір менімен бірге әулие араласаң, адамдарың келіп тұр, саған қонат деген. Осы кітапты оқың деген. Құран кәрімнің түсініктері. Сонымен енді бұны алдым. Әулие аралау керек болды, әулие араладым. Қиналдым, бірақ қатты, өйткені маған жол көрсететін ешкім болған жоқ. Шешемнің ерте өліп кеткен сол кезде маған қатты батты. Енді білім алу керек болды. Бірінші адам емдегенім, бір көршіміздің келіні 1,5 жасар ма қызын алып келді. Қатты ыстығы шығып ауырып жатыр екен. Ол жаңелдегі мен жиенінен естіген ғой. Әпшең нағып жүр деген ғой. Мен Қазығұртта жиенім үйінде жүрдім ғой, әулие аралап жүргенде. Әпкем ғой андай емшілік алған соған. Әулие аралап жүр деп айтқан болу керек енді. Сөйтіп келді алып. Бірінші адам. Бірінші адам енді. Сөйтіп мен бәрін өстіп қойып қойған бетем. Бұны енді Фатиха, Ихлас, Фаляқ, Насты мен бұрыннан білем. Әкеміз постоянно оқып отырады, мен оны жаттап алғам. Кішкентайымнан десем де болады. Сонымен енді оқисын деп айтқан, негізі Нұрлан аға жағы жиеніміздің баласы. Сөйттім даған, отырым, алып келді. Бісміллә деп енді, бісміллә рахман рахимді айтып, мына пышақты мынаны сермесең, бала ғой ол, жылайды ғой бұның бәрінен қорқып. Сосын әшейін қолымды басына қойып, сипап, Фатиханы, Ихласты, Фаляқты, Насты 4-еуін оқыдым да, оқып атқан кезде бұған суық тиген 2 лопаткасы шамалдаған деп, жүрегім мені көп нәрсені айтады, сөйтіп айтты. Сосын менде бір кішкентай май бар, кішкене мен немерелеріме жағатымын қуықтарына, сондайына. Сол май есіме түсіп қалды, соны бетіп алып арқасына қаттылап, әдемелеп ысқыладым. Сөйттім да келінге айттым, енді орап бұны. Орап алып кет, қазір ұйықтап тұрса жақсы болып қалады дедім. Болды, ұйықтап тұрса жақсы болып қалыпты, кешқұрын келіп рахметін айтып кетті. Іштен айтқызып тұр ғой сізге. Иә, кәдімгідей айтқызады. Ол бұрыннан бар тұғын, мен бірақ оның бұндай нәрсе екенін білмеген ғой. Сөйтіп арада біраз уақыт өтті, бір айдай өтті, біраз жерге бардық, әулие араладық, енді білім іздеп жатырмын. Потому что үлкен кісілерді оқысам, жиенім оқы деді, жақсы болып қалам дейді, но өзім бір бейжай болам. Мен ойладым, бір қосымша бірдеңкелер оқу керек шығар, мынау мен Фатиха мен Ихлас аз болып тұрған сияқты деп ойладым да. Сонымен білім іздедім. Сөйтіп, Инстаграм дегеннен Айнұр Әбдірәсіл қызы деген таптым. Ана, ар жағыңызға қарасаңыз болады. Сол кісіден білім алдым мен. Мінекей, Айнұр Әбдірәсіл қызы деген. Инстаграмда бар бұл кісі. Иә, 45-те, по-моему, шамамен жасы. Осы кісінің арқасында мен жақсы білімдер алдым, көп нәрсе алдым, почти. Өйткені жүрегім, кейінгі жүрегімнің несі, осы білімнен кейін кәдімгідей тоқтады. Болды енді деген сияқты болды шы. Яғни білім керек болған. Иә. Сөйтіп, әйтеуір қолымыздан келген осы кісінің айтқаныменен адамдарды оқып жүрдім. Сөйтіп, бұл кісіден қалай білім алдым, солай мен реклама жасаған жоқпын. Енді осы кісінің кішкене Инстаграмға тастағанның арқасында ма, әуелі Құдай ғой енді, соның арқасында ма маған кісілер келе бастады. Звондап, былай. Адам келген сайын менде бір күш қуаттар пайда бола бастады.
кәдімгідей мысалы сізді оқып отырғанда мен сіздің қай жеріңіз ауырып жатқанын бәрі менің бойым солай ауырады да, қай жеріңіз болса сол жерім ауырады да, мен содан біле беремін. Сөйтіп айтып отырып оқи беремін ары қарай мына жеріне, или оқып болған екен айтамын. Біздің Сарыағашта Жабай ата деген әулие бар. Иә, сол әулиеде Ерғали деген шырақшы кісі бар. Сол кісінің телефоны бар еді, сол кісіге жаздым. Ерғали аға, маған бақсылардың нөмірін беріңіз, бірақ әйел адамдікі болсын дедім. Сөйтіп ол кісі Замира ханымдікін берді. Сөйтіп Замира ханымға барып айтып, әңгіме қылып, сөйтіп енді кішкене бақсылардан бірдеңке алайын дедім. Баяғы адамды бақсылардың арасынан табатын сияқты болдым ше, текке келген жоқ деп. Сөйтіп ол кісі маған барған күні бірінші сізді көрсетті. Барып сөйлесіп болғаннан кейін. Сосын енді ол каналды мен үзбеймін ғой, көріп тұрам ғой ондай каналдарды. Сөйтіп бір арада бір білмеймін, бір ай өтті ма, 2 ай өтті ма, или қанша уақыт өткенін білмеймін. Короче, сіздердің каналдарыңызды ашып қалсам, баяғы түсімдегі бала Замира ханым алдында отыр ғой. Үшеуіңіз әңгіме айтып отырсыздар. Бүйтіп сасқанымнан ойбай, мынау сол бала ғой түсімдегі деп, ана нөміріне де қарамаппын, ой, бетіне қарай беріппін. Абай деген бала, Қазығұрттікі. Сөйтіп сон телефон жазып алдым да сразу звондадым ол балаға. Сөйтіп звондаған ем. Екеуміз сөйлестік, бірақ ол бала бүйтіп айтты. Менің деді үйіме деді, WhatsApp-пен болмаса, былай звондағандар келмейтін еді. Сіздің звоногыңыз келді деді. Біз кәдімгідей сөйлестік қой. Сөйтіп сіздің звоногыңыз келіп, біз кәдімгідей сөйлестік. Бұл да тегін емес шығар деп ол сөз арасында айтып қалды. Осындай керемет түстерді көп көрем, бірақ сөйтіп түс көріппін, түсімде маған доставка кепті. Мынандай ұзын коробка. И қасында кішкентай 2 коробка. Сөйтсем мен айтам, мен қолым тимей жатыр екен деп қоям, бірдеңке тігіп жатыр екен деп қоям. Сөйтсе Абайдың қасында Назым деген шәкірті бар тұғын, келіншек, екеуі оқыған, мен Назым отыр екен деп қоям. Назымға айтам, ашы не екен көрейік деп қоям. Үстіп отырық. Сөйтіп ол ашы қылыш қой. Енді бір әдем қылыш, енді айтамайым. Сөйтіп деп қойдым, бұл қылышты кім жіберді екен деп қоям доставкамен. Сөйтіп оянып кеттім. Сонымен болды, сонымен осы жерге келдік қой. Қазір адам қабылдап жатсыз. Енді адам қабылдап жатырмын. Сол Абайға жолығып келгелі бері баяғыдағыдай адамдар қайта көбейді. Анау арада қызым ауырып қалып, үзіліс болып қалды ғой. Көп адамдарым уже жоқ болып қалған еді. Қалай емдейсіз? Мен емдегенде Құран аяттармен оқимын. Енді Ясин де бар оның ішінде. Бақараның жағы бірінші, екінші. Қамшымен қалай емдейсіз? Бірінші қанжармен емдеймін. Бірінші келген адамды қанжармен лай төбесіне қойып, бірінші бастағанда фатиханы осымен бастаймын. Енді зияндар, тіл көздер болса, кетсін, кессін деген сияқты. Қанжарды қайдан алдыңыз? Қанжар осы, комплекті ғой. Атамыздан қалған. Сонда мынау сіздің тұқымнан келді? Атамыздан келіп жатқан, иә, аталарымыздан келіп жатқан. Қай жыл? Енді оны білмеймін о жағын, маған қараңғы. Бұл енді жақындалып көрсетіңізші. Мінекей. Ұстамай ақ қояйын ба көрсетіңіз? Иә. Яғни сізде тұқымда болып тұр ғой? Иә. Біздің әкеміздің әкесі болған екен. Үлкен емші, атамыз. Темірбай деген атамыз болған екен. Әкеміз айтатын, мен әкем оқығанда суды теріс қаратып оқитын деп та, енді білмеймін ғой ол уақыттарда. Мынау қамшы да осымен бірге, тәспі де, қобыз да бәрі осы. Бір набор ғой енді. Мен өзім орысша оқым, сәл араластырып сөйтіп көп сөйлеп қоямын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бір үнін шығарып жібермейсіз бе? Иә, қанжармен оқимын, қамшымен ұрам, сосын қобыз тартам. Қобызда, қазіргі қобыз, мен бұндай әлі қобыздар көрген жоқпын, білмеймін. Көне қобыз сияқты ғой? Иә, қай уақыттың қобызы? енді соны өзім де білмеймін, енді мұнанлар бар. Бұл да сол атамыздан қалған ғой енді. Мұна деген... Мұна жерді қоңыраулары болған. Көне қобыз екен. Иә. Ішінде айнасы бар екен. Иә, айнасы. Мұналарды баяғыда бақсыларда болатын, бүйтіпші, киноларда көретін. Солай сияқты істеген, енді алып тастағым келмейді негізінде. Как есть солай болсын деп тұрмын.
көрінші Бисмиллахиррахманиррахим. адамдар орындасын. Әуелі Алла, сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Осылай, мынау кейінгі соңғы тартқан уақытта кәдімгідей жаңелдегі аңдар келіп тұратшы, ана бүркітті шақыр деген сияқты болып тұрады менің жүрегімде ше. Аңның бәрі тұрады, тек бүркіт келмейді ғой. Кәдімгідей жаңағы енді мен айтып түсіндіре алмаймын бұның андайын. Бір сондай болады ше. Ана сізге айтып өткен аңдардың бәрі келіп маған қарап тұрған сияқты болады ше. Бүркіт келеді деп кей уақыттарда өзім бүйтем. Жаңа основной намаздарын кейін көп тартам. Көп жаңелдегідей ләйлақты да айтам, айтпай да тартам. Сондай. Сосын мысалға сізге кім зиян істеген болса, соны маған көрсетеді. Привидение деп айтамыз ғой бұны. Қазақша не деп айтады? Оны орысшаны үстіп айтып қоямыз ғой. Привидение қылып көрсетеді мысалға. Мен жаңа адамды емдеймін, ол кісі айтады, менде осындай бірдеңке бар-ау деген сияқты. Келеді ғой енді көп адамдар солай. Сонда кім екенін айтасыз ба дегендей сұрақтар қояды сол кезде. Мен бірінші күн ешнәрсе айта алмаймын, бірақ үшінші күні енді қалай белгі береді, соған қарап айтам деймін да. Основной сол үшінші күндері. Неше күн қабылдайсыз? Ләж болса 3 күн қабылдаған дұрыс көрем. 3 күнде мен өзім де анық біраз нәрсені білемші. И ол адамға да жауапты қанағатты қылып бере аламын да, сондай. Қандай аурулардан емдендіңіз? Қандай сырқақтардан емдендіңіз? Енді құлап қалатын жаңа қояншақ ауру дейді ғой. Сол аурулар, бала көтермей қалғандарды, соны, сосын тіл, көз, сөз. Нәтиже бар? Иә. Мен осы биыл бізде құрылтай болды, 1 жылдық. Бізге 1 жылда қанша адам емдедіңдер, ол адамның қаншасы жаңағы Қандай құрылтай, кім құрды? Мынау Айнұр Абдрасылқызы құрылтай жасады ғой 1 жылдық. Мен 1 жыл оқыған. Иә, астаналық қой. Сөйтіп, сонда енді құрылтай дегеніміз отчет қой енді біздің жаңағы. Сонда қанша адамды емдедіңдер 1 жылда. Оның қанша адамы жаңа рахмет айтты, қанша адамы жаңа кішкене недовольны болды деген сияқты. Сондай ғой енді ол. Сонда бір 2 адам ғана кішкене бір жас келіншек жаңағы о кісі енді көріп айта бер деді да маған. Мен о кісіге түсіндіре алмадым. Сені оқымай, мен көріп айта алмаймын деп. Сол ғана болды. Сосын бір әйел кісі келді, осы Астананыкі. Оқытылып болғаннан кейін мен бұндайға сенбеймін деп кетті. Мен ұлтқа бөлесіз бе? Жоқ. Орыстар келе ма? Иә. Сіздің телефон жазып қойып ала ма?
Иә, болады. Қандай телефоныңыз? 8700 067 0415. Аты жөніңіз? Нышанкүл. Сол әсіресе жаңағы бірінші привидение дей ма, сондай көрінгенде мен өзім әрі қорықтым да, әрі қуандым да. Бірақ әлі күнге дейін не екенін түсіне алмадым. Замира ханымнан сұрасам, ол кісі бірақ мен жүрегім не айтқан болса, соны сразу айтты ол кісіге айтып бергенде. Ой, сол көрінген адам ғой оған жасаған деп сразу айтты ол кісі. А мен жүрегім сөйтіп айтты. Ал мен ол адамға оны айта алмадым. Өйткені зачем мен былай ойлаймын. Біле тұра айтудың қажет жоқ. Екі адамды бірін-біріне жаман көрсетудің қажет жоқ. Енді шамалы. Көп затты айтпай қалып отырсыз ғой. Мен көп затты айтпаймын. Өйткені оны айтсаңыз білесіз ба, ол деген адамдар ұрысып кетеді бірін-бірімен. Бірін-біріне алагөз болады десем де болады, былайша айтқандашы. Сол үшін мен көп нәрсені айтпаймын. Керекті, соған керекті нақтыны айтам, болды. Жақсы, жалпы енді адамдарды осында қабылдап жатсыз ба? Иә, осы менің бөлмем жеке, осында қабылдаймын. Мекен жайыңыз? Мекен жайым Астана қаласы, Абай 50. Телефон номерге хабарласса қалғанын айта береміз. Жақсы. Енді сізбен танысып жатқаныма қуаныштымын. Рахмет. Негізгі әйтеуір деген халыққа бір тырнақтың ұшында бір көмегім тисе, адамдар, қасиетті адамдар көп. Ішіне толып, айта алмай жүрген адамдар көп. Жеткізетіні бар. Көмегі бар. Сондай адамдар хабарласып жатыр. Әйтеуір деген қолымнан келгенше менің өзім миссиям шығар осылай сөйлеткізу. Солай шығар деп ойлаймын. Өйткені сіз мен тыңдағанда адамдардың бәрі кәдімгідей. Олар қанша айтып уақыты бітсе де ішінде айтылмай қалып қойған бар сияқты тұрады ғой ана адамдар. Мен тыңдаймын постоянно. Тамаша. Енді әйтеуір Алла тағала осындай қылып бізді жібергеннен кейін мен ойлаймын адамдарға әйтеуір пайдамыз тисе. Зиянымыз тимесін, пайдамыз тисін. Бар ғой, қаяққа барам, не істеймін деп атқанымда үлкен қалада адамдар көп шығар деп ойлаймын өзім. Әйтеуір бәріне ем-шипа болсын, ешкім ауырмасын. Иә, бір адамдар ауырады, докторға барғанда ешқандай анализ, диагноз қоя алмайды да, бірақ не істерін білмей жүрген адамдар да өте көп. Оның біреуі өзім болған, мен ондайларды да біраз түсінем. Сол. Құранды оқып жатсыз? Иә. Неше рет оқыдыңыз Құранды? Осы емшілікті алғалы бер. Мұнан айттым ғой, 8 жыл алдым. Бұл да Құран кәрім ғой. Бірақ бұл тек қана түсініктемесін берген ол кісі мағанша. Сол кісі қанша маған айтқан еді, Нават деген апа еді, оңтүстіктікі. Нышанкүл келіп тұр, саған келіп тұр деп, осыны оқы сен деді. Оқитынмын осыны. Көп емес, потому что бұл түсініктемесі онша түсініксіздеу екен. Одан қайта маған сразу мынандай алдырмаған екен деймін да. Мынау қайта түсініктеу, мынаған қарағанда. Ташбикті қандай не айтасыз? Альхамдулилля, Аллаху акбар, астағфиралланы айтам. Осында сол кісі берген маған, осы кітапты берген кісі. Иә, мынаны Меккеден келген бір апа берген маған. Мынаны Нават апай берген. Мен осы айттым ғой, жолбарысты көрдім деп, осы пәте алатын жыл. Сол кезде мен бір балаға ғана қарайтымын, 3 жасар балаға. 3 жасар бала мен болғаннан кейін сенде 3 жасар бала сияқты болуың керек. Ол ойнайды ғой, сол кезде сенде сол сияқты ойнауың керек. Сонда мен осы тәспеге қатты айтатын, жүрегім солай айтатын еді. Айналдыра беретінмін. Айтсам да, айтпасам да бейте беретінмін да. Енді прям тоқтамайтын қолым тық-тық-тық деп ше, өзім түсінбеймін неге олай екен ше. Сөйтсем ана битетін еді. Апа, ананы қойып қойшы дейтін еді. Ана балашы сөйтіп қойып қояды. Ана көзін ала берсе мен сразу абалам да. Давай ойнай береміз деп, мына қолыммен ойнай беретінмін ғой. Мына қолым босамаса, мына қолыммен. Сонда бұда көп нәрсе бар екенін мен білдім. Қазір де сондайым, тастамаймын. Қонаршы. Осын тастамайым қазір. Бұрыннан еді ғой, қазір мынаны тастамайым. Қайда барсам да, қазір уже адамдардан да ұялмайым. Айналдырғым келсе, айналдырып жүре берем. Бұрын қысылатымын, қазір қысылмайым. Еркін кәдімгідей.
Оказывается, бұл зікірде әңгіменің бәрі зікірде екен ғой. Зікір көп нәрсені береді екен. Таспа айналдырған деген. Енді негізі өз-өзін ізденіп жүрген адамдар көп қой, түсінбей жүрген. Соларға қандай бір ақыл айтар едіңіз? О кісілерге, ондай кісілер де келеді негізі. О кісілермен қосыла келеді. Мен Жақсымбекті, сондай адамдар келгенде мен Жақсымбекті кәдімгідей түсіндім. Жаңағы Абайда Қобызшыны. Ой, апа, кеп тұр ғой сізбен бірге дегенді ше. Маған да сондай адамдар келеді, қосыла келеді ғой. Күш келеді, күш. Сол күш кәдімгідей маған бірінші келеді ғой. Ана адамнан бұрыншы. Сондай адамдарға айтар едім, қиналып, тапқандарының берекесі болмай, ауырып, ешқандай диагноз қойылмаған адамдарға айтар едім. Ләжі болса, мүмкін болса, оқытылыңдар, болмаса намаз оқыңдар деп айтар едім. Намаз оқып, таспа айналдырыңдар. Ең жеңілдің жеңілі сол. Маған егер бұдан ертарақ біреу айтса, осы кезде мен өкінем, намазды ерте оқымағаныма. Талай намазға жығылып оқып тоқтатып қойып жүрдім ғой. Намаз, айналайын халқым, намаз ең пайдалы нәрсе. Таспымен намаз. Таспыны бір қарағанда жай ғана бетіп айналдыратын нәрсе деп көреді адамдар. Бірақ бұда үлкен күш, үлкен ем, дом десем де болады. Жеңілдіктер бар екен сезінеді адамдаршы. Яғни адамдарға намаз оқыңыз, таспи тартыңыз. Иә. Намазбен таспих қалған Алла тағала өзі ашып апаратын жеріне. Бірінші жол намаз таспихпен. Жақсы. Осымен тоқтайық. Иә, жақсы. Мен сізден осыны естігеніме өте қуаныштымын. Алла разы болсын. Айтқаныңыз келсін, рахмет.